Сәлем достар, бүгін мен сіздермен кедей өмір деген сериалдың 3-ші сериясын түсіремін. Соңғы серия. Қыздар, шай тамақтарын ішіңдер. Меше қиылайын. Маған ақша бере аласыздар ма? Қызым, не істейсің ақшаны? Мен өзіме әдемі көйлек алайын деп едім. Бізге апай мектепте Вайс Плаза деген соған қыздардың барлығы әдемі көйлек киіп шығады. Мен де солармен бірге әдемі көйлек сатып алып шықсам бола ма? Бізде ақша болмай тұр. Сен үйдегі бір көйлегіңді киіп шыға салсаңшы. Я, соны айтамын, бізде ақша жоқ қой әзірше. Сен стипендияңды алдың ғой, берсін. Біз уже ол ақша біткен, даже светті төлеуіміз керек. Вот ішінде штауыз шайларында. Мама Тамирис қайда? Сол баяғыдай садикте оларға білесіңдер ғой, демалыста да не болатынын. Ішінде шайларында. Мама, папа қайда? Әкелерің сол. Мама, мен әжеге отырыңыз, қысып кеттім аружанмен бірге. Я, отыра ғой жан. Сол әкелерің ішіп алған. Тағы да ішіп алған ба? Түнде мас болып келді. Мас болып жатқан шығар тағы да. Кім бар мына үйде? Басым сынып барады. Мына арақ бітіп қалды ғой. Бар жуынып алайыншы. Жуынып алайын. Рахат екен. Мынаны ракминаны жуындап қою керек еді. Бойлап тастапты ғой. Қыздар, енді бізге ақша жоқ. Онсыз да светтің ақшасын төлеміз керек қой. Ой, жарайды, мам, не болды? Шайынды. Мақұл. Қыздарымда телефонда ақшада жоқ па не? Мен стипендиямды келесі айда алам. Қызым стипендия алама не? Қыздар, болды. Шайларымды ішінде де жинаңдар мына жерде. Жарайды, мам. Маған тезірек жұмыс табу керек. Мама, ана жерде біреу тұрды ғой. Ойбай. Қызым, қане? Ешкім жоқ қой? Шайыңды іше ғой. Жарайды, мам. Көзіме елестіп кеткен шығар. Болдыңдар ма, қыздар? Шайды өзім іше салайыншы. Тамириске құйған ғой. Ішпей қойды, бір пиала ішіп. Болды, мына жерді мен жинастырайық. Кәне. Қыздар, мына жаққа қоя салыңдар. Өзім біраздан кейін жуып алам. Кранға да кранды да жөндетуіміз керек. Кеттік жүріңдер. Үшеуміз барып теледидар көрейік. Ружан, айтпа. Жуынып жатырмын. Жарайды, пап. Әкелерің қақты? Мама, ол дұрыста шомылып жатыр. Жарайды онда. Келіңдер телевизор көрейік. Мам, мынау істемейді. Қосыл. Оны ұрма, істемейді ол бәрібір. Ой, бір. Қане, істеді ме? Қыздар, болды, әңгіме айтып отыра берейік. Телевизор бәрібір бізде қосылмайды. Жарайды. Болды, кеткен. Қыздарыма телефон, киім әперуім қажет. Негізі алғаш болған ұят. Олардан кешірім сұрап жұмысқа тұруым қажет. Маманадан жарық түспейді екен жөнді, я. Я, қызым, жөнді түспейді бұл жерден жарық. Мама, әкем қайда? Қызым, ол
білмейді екем, тағы ішіп жүрген шығар бір жерде. Ана арағын көрдің ба? Уже пустой тұр. Той, мен оған сеніп қалсам. Не қылды? Сен алдады ма? Маған ол шоколад әкеп берем деген кеше. Қызым, ода бір тиын жоқ қой. Қаласаған шоколад береді. Қарыздан бешере батқанбыз. Жарайды. Онда кіші көне. Ал мен келдім. Мама, мынау кім? Шығыңыз үйден. Мама, мен қорқам. Сіз кімсіз? Мен танымай қалмай ма? Папаларымын ғой. Папа? Сақалымды алғансың ба? Сақалымды, шашымды алдыртқан ғой. Сосын үстіме осындай киім алып алғам. Фирманың киімі. О, папа, қандай күшті. Менің кесірімдер. Сендерге көп жамандық жасадым. Сендер кішкентайларында ұрдым. Папа, оның бәрін біз ұмытып қалғанбыз ғой. Мен енді фирмада жұмыс жасайтын болам. Вау! Папа, бізге маған айлығыңыздан телефон әпересіз ба? Телефонда, киім де әперем. Басқа үйде тұрамыз бұдан былай. Вау, қандай күшті. Мынау сендерге сыйлық. О, папа келді. Ал, мамасы мынау саған. Қандай әдемі. Керемет екен. Ал, қызым, мынау саған. Қандай әдемі, папа, рахмет. Аружан, мынау саған. Рахмет, папа. Солайша оларды папалары күнде сыйлық әкеліп қуантатын болды. Солайша арада 1 жыл өтті. Енді біз осы үйде тұрамыз. Вау! Қыздар, мына жерде отырыңдар. Үйде танысып шықсаңдар болады. Үйде қызметші бар. Қызметші. Қыздар келген сияқты. Оларға коктейль қойып берейін. Қош келдіңіздер, қыздар, мынау сендерге. Рахмет, мынаны апарып қоя салыңызшы. Иә, жарайды. Шай, кофе ішесіздер ме? Жоқ, маған ешнәрсе керек емес, маған да. Жақсы, онда. Достар, осылайша сериал жақсы аяқталды. Достар, олар өте байып, әдемі үйде тұратын болды. Олар қазір қарапайым отбасы. Әкесі фермада жұмыс жасағаннан соң, ол қазір компанияда жұмыс атқарады. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Всем пока!